Қадір сөзінің екі бағытта мағынасы бар. Екі бағытта ғалымдар тәпсірлейді. Біріншісі қадір құдірет жағы. Қадір құдірет күш. Екіншісі тағдыр. Тағдыр. Яғни осы екі бағытта да бұл екеуіне де тән сөз болып табылады. Яғни шын мәнінде қадір түні қадірлі, күшті, қуатты түн. Бұл түн бүкіл түндерден артық. Сөзіміздің бірінші бісміллә беташар арқауы болған заманалардың уақытысы қадірлісі, уақыттардың қадірлісі, түндердің қадірлісі, мекендердің құттысы мұқаддасы әр жерінің қасиеті болса, түндердің барлық адамзат өміріндегі түннің қасиеттісінің ішіндегі ең қасиеттісі де осы қадір түн болады. Ол бір бағанаты болса, екіншісі тағдыр. Адамның тағдыры жазылады. Бір жылдық өмір тағдыры осы күні бекітіледі. Аллах Тағала бәрін жазып қойған. Әлбетте лаухул махфузда бар. Бірақ соған пенденің ары қарай өзінің алып кетуі, өзінің әрекетіне қарай бұл жақсылыққа қарай бет бұрылады, оған ары қарай өзінің жазылуына себепші болады. Яғни тағдыр түні. Енді сол тағдыр түні, неге тағдыр түні, мысалы қадір түні, тағдыр түнінде жатады, енді сол осы тағдыр түн деген сөздің ұғымның мағынасын кішкене ашып берсеңіз. Мұсылман адам иманның 7 парызына сенеді. Біз иманның 7 парызына тоқталдық. Соның біреуі тағдыр. Хайрихи ва шаррихи миналлахи тағала. Жақсылық, жамандық бір Алладан болады. Пенде адам өзінің өмірін, біз айтамыз ғой, тағдырды біз өзіміз жасаймыз ба, жоқ Құдайдың қолында ма дейміз. Әлбетте, Алла Тағала тағдырды жазушы, бірақ оны орындайтын біз. Яғни Алла не жазды, сол болады деген сөз бұл жерде осы мағынаға да келеді. Және Алла, мысалы, бір адам бір күнә істесе, сауап істесе, Алла Тағалаға бұл айтуы мүмкін ғой. Мен қалай тағдырымды сен өзің осылай қылып жазсаң, мен қалайша мына жолмен жүрем, өзің былай деп жазсаң деп айтпас үшін Алла Тағала бұл адамға еркіндік берген, азаттық берген. Бірақ Аллах Тағала әуелден білет, оның қандай қорытындымен аяқталатын. Сондықтан тағдырының жазылуы осы себепте болады. Бәрекелді. Енді мысалы Алла Тағала Құранда қадір түні 1000 айдан да қайырлы дейді мысалы. Осы 1000 айдан да қайырлы деген сөздің астарында қандай мағына жатыр? Жалпы осы қадір сүресінің бір кеңірек таратып айтып берсеңіз мысалы. Қадір түні түсуі бірнеше оқиғаменен баяды. Өзі аспабы нүзул дейді, әр сүренің аяттардың түсу себебі болған. Әрқайсысында бір оқиға болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан осы жерде екі оқиға айтылады. Біреуінде бір адамдар 1000 адамға бір патшаның 1000 баласы болып, 1000 баласының кезек соғысқа жөнелтіп жіберіп отырып, сонда соған бәрі таңғалған. О, менің 1000 балам болса, Құдай жолына сондай бір жихадқа, кәдімгі бір неге қойсам, ел қорғап, жер қорғанға дегенде, сондай қызығушылық болғанда Алла Тағала осы қадір сүресін түсірді дейді. Ондай нәрсе жасамай-ақ, сендерге осы бір түнде сол сауапты алу мүмкіншілігі бар. Ләйләтул қадри хайрун мин әлфи шәһр. Қадір түні 1000 айдан қайыр. 1000 айымыз 83 жыл асып, 84 жылдың ортасы. Енді 80 асу да оңай дүние емес қой, былай қарағанда. Алла бұл пендеге мүмкіншілік, бұл пендеге талпынуға бір құштарлық, жігерлік. Сол үшін де болар қадір түні нақты кім екенін біз білмейміз қашан екен. Бұлай жобалап айтылады, мынандай белгісі бар, мынандай соған қатысты келерміз өзімізде. Бірақ сөйтсе де осыны пендені талпындыру, ыштихаттандыру, оразаның соңғы күні пайғамбарымыз әйелінен айтты ғой, бұл күндер ұйықтайтын түндер емес деді. Демек сен ынтаңды көтер, ыштихатыңды арттыр, ғибадатыңды көбейт, мінәжатыңды арттыр деген мағынаға келтірді. Сол арқылы пенде Алла Тағала жақындаудың үстіне жақындайды. Мысалы, бір қазына қазып жатса адам, сәл ар жағында кішкене қалса ең жетуге, ыштихатты қалай боламыз? Тезірек жетсем екен соған, баратын жерге барсам екен, жол мұраты жету деп, сәл кішкене қалған кез бізге ауыр болады. Сол жерде ыштихатты күшейтіп барып басамыз. Сол сияқты Алла Тағала бұл қадірін осындай мәселеге жасырған. Мысалы, қалтаңызда әмиянда ақша болады. Әмиянда ақшаның енді түпнұсқасы, мысалы, құндылығы төмен 500 теңге, 1000 теңгеліктер болса, бер жағында тұрады. Ең жоғарғы еліміздің 20 000 теңгелігі арғы жағында зәмөктің ішінде болады. Апалар болса, оны тіпті ана бит байлап, буындап, будырып, ақы дәке көріп, арғай тықып қояды. Дұрыс қой? Неге? Ең қымбатты нәрсе қадірлі арырақ жасырылып тұрады. Неғұрлым, мысалы, қазақ қызының етек жеңі ұзын болса, оның қадірі қалай көтеріледі? Құды сол сияқты Алла бұны жасырған. Пенде талпынсын, кішкене мұрнын созсын, мінәжат жасасын, біраз терлесін.
оразаның бәрі бір түн екен ғой деп бір беткейден өтіп шықпасын деп, Алланың бұның түбінде көп бір жақсылық бар. Алла ризықты беру үшін пенде құлшылығының ішінде құлшылық қосу керек. Бір адам, бір қызық оқиға айтылады. Бір адам Хасан Басриге келіп сұрапты, Құдай беру үшін, Құдай тағдырыма жазса бере бере ме депті. Бере береді. Не істесем де бере бере ме? Не істесем де бере береді. Ей, отырсам бұйырған кетпейді, қуған жетпей ме депті. Тап солай деген екен. Онда жақсы деп мешіттің ішіне кіріп жатып апты. Таң намаз, бесін намаз, кешкі намаз, құптанның уақытында тамақ жоқ, қарын ашады, шыдағаны сол. Біреу келіпті имамға, имеке, мен үйімнен тамақ пісіріп, әкем анам беріп жіберіп еді. Сіз жеңіз десе, имам айтты, мен қазір ғана бір жерден тамақ жеп келдім. Мешіттің ішін көрші, біреу барса бер соған депті. Әлгі адам бүйтіп кіріп қараңғылау ғой енді. Бүйтіп қараса ешкім жоқ екен, шығып барып, имеке, мешітте ешкім жоқ екен депті. Сөйтсе ана жатқан кісі естіп, деп жөтеліпті ғой. Сөйтсе ана адам бар екен деп. Соңына әкеліп тамақты беріп, тамақты жеп отырып өзі ойланады дейді ғой. Ей Алла, сенің ризығыңды жеу үшін ең болмаса жөтелу керек екен ғой депті ғой. Яғни пенде құлшылықты жасап, сол күнделікті күн сияқты өтпеу керек. Қадыр оразаның ауалуху рахма, оңалдыңы 10 күн, рахмет. Ва аусатуху мағфира, одан кейінгі кешірім. Ва ахируху рақабату айтқу минаннар, адамның басы тозақтан құтылатын күндер. Демек, бұл түнде қадір түні бар. Енді бұның қадірін қараңыз, дәрежесін. Пайғамбарымыз бұны сондай көтереді. Мән қома, кімде-кім осы қадір түндері тұрып ғибадат қылса, Аллаға сенсе, иманан уахтисабан, сауабын Құдайдан үміттенсе, ғуфиралаху ма тақаддама мин замби, өткен күнәләрінің бәрі кешіріледі деді. Енді хадис жалғанады. Мән хуримаха, кім өткізіп алса қадір түнін, ұйқымен өткізіп алса, байқамай қалса, білмей қалса, фақад хуримал хайра күллә, бүкіл жақсылықтан қалып қойды дейді. Сондықтан бұл түндер ғибадаттың түні. Бұл түн нағыз пенденің күшті жинап, белді буып, ең соңғы мөрді басатын күндер. Қадір түнінің Рамазанның соңғы 10 түніне жасырылуының даналығы мен сыры неде мысалы? Бір соғыста, бір ғазауатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір адамды көрсетіп тұрып, мынау тозаққа түседі деді. Сахабалар таң қалды. Я Расулаллах, қалай? Алдыңғы шепте кірген кезде кәдімгі бәрін жапырып келе жатыр. Дін үшін жан беріп тұр. Не болар екен деп ақсақтың ақырын күттіп айраған көрейікші, пайғамбар бекер сөйлемейді ғой деді. Артынан отқанда әлгі кісінің қолы кесілді дейді, жабылды дейді. Сонда бұл адам ақыры осыдан өлем ғой деді, пышақты шығартты, өзін бауыздап жіберді дейді. Сонда пайғамбар соғыс біткеннен кейін бұлар пайғамбарға келіп, интихар нафса, өз-өзін өлтірді әлгі адам деді. Сонда пайғамбарымыз мына тарихи сөзін айтты хадисте. Унзуру авахира бил хаватим. Алла өмірдің соңына қарайды. Әр істің соңына қарайды. Басына қаралмайды. Бастағанда оразан бәріміз күшті бастаймыз. Соңына барғанда бүйтіп әлсіреп, күші кетіп, сондықтан да спортта да барлық жерде де мәреге қаралады. Мәре кіммен жетеді? Сондықтан оразаның соңғы күні ең соңғы жағы, ең кәдімгі тәтті жағы, тамақтың да қаспағы тәтті емес пе? Сол сияқты оның ең қаспағы осы. Сондықтан оны Алла әдейілеп оған күндігінде жасырған. Бірақ ғалымдар айтады, ол алдында да болып қалуы мүмкін дейді. Бұдан шықты сөз, адам тек қана бұл, мен өзім ойлаймын, Алланың бұл даналығы оразан жасырған қадір түн. Жасырмаса, білмеймін, әсіресе біздің халқымыз енді не қылам, жәнімді қинап, сол жыл 12 ай тура сол күні жасайтын жасап, 83 жылдық планды орындап, 80 жыл 3 жыл жасайын ба, жасамайын ба бұл өмірде, бірақ әйтеуір бір түнде сауабын алып жатсам, планды сол күні орындап тастайық біз енді. Сол үшін Алла бұл даналығы, хикметі жасыру. Сол үшін талпыну керек. Бірақ оразаның түсінген адамға әрбір күні, әрбір түні қасиетті. Әр түні қасиетті. Пайғамбарымыз Рамазан айы келгенде түрлері өзгеретін еді. Жүздері өзгеретін еді. Аллаға жақындайтын уақыт екені көрініп тұратын еді дейді. Басқа кезде пайғамбарымыз ерекше дара адам еді. Рамазан айында мүлде басқа болар еді дейді. Танымай да қалатын еді. Үйіне де кірмейтін уақыттар болған. Әсіресе соңғы 10 күндік ихтикафқа кіргені неліктен? Неге алдында жасамады? Демек, бұл ішінде жасырылған бір үлкен даналық бар. Біз ол даналықты білмейміз. Бұл бізден жасырылған. Алланың алдына барып, ауыз ашқанның, ораза ұстағанның, ауыз ашқанның сауап дәрежесін көріп пенде қуанса, бір тамақ ішкеннің, енді өзіңіз ойлаңызшы, қадір түннің дәрежесін көріп қалай қуанбақ пенде. Алла сол күндерде халқымызды, елімізді сол күндерге қуанышты күндеріне жалғасын. Бәрекелді. Енді мынау қадір түнінің белгілері қандай және оның басқа түндерден негізгі ерекшелігі?
Енді негізгі ерекшелігі айтып кеттіңіз ғой. Алла Құранда бисмиллахир-рахманир-рахим инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Аллах Тағала Құранды қадір түнде түсіріп бастады дейді. Қадір түні түсу деген бұл жерде таласты мәселе. Біз бәріміз білеміз, Құран 23 жылда түсті ғой. Ал осы жерде екі пікір бар. Бір ғалымдар айтса, бірінші Құранның аяттары келген түн ол қадір күні еді дейді. Екіншісі, Аллах Тағала лаухул махфуздан аспан әлеміне түсірді дейді Құранда. Жебрейіл періштенің анау жоғары жаққа көтерілмеді лаухул махфузға. Тек қана аспан әлеміне көтеріледі Жебрейіл. Сол осы жерге жақындатып, періштенің келіп аяттарды алып кетіп тұрғанына себеп болады. Құран әу баста Алла жаратып қойған дайын. Енді қараңыз, біз білеміз, пайғамбарымызға мысалы кәпірлер келіп, сенің дінің күшейіп бара жатыр. Сен өзің атың шығып бара жатыр. Қой, бұлай болмас. Сен бір жыл біздің дінімізге кір, одан кейін біз сен дінімізге кірейік. Сөйтіп ортақ мәмілемен өмір сүрейік дегенде, осы оқиғаға Жебрейіл періште келіп кәфір сүрін әкелді. Енді демек осы оқиғаның боларын Алла әмәнді әзілде білді ғой, осындай боларын. Білді де қадір сүресі дайын болды. Жебрейіл періште Алланың қалауынсыз қозғалмайды. Енді сол Алланың қалауымен сол аятты алып келіп пайғамбарымызға оқып берген себеп сол болды. Құдды сол сияқты Алла Құранды бөлек-бөлек әр уақиға сай Жебрейіл періште келіп тұрды. Енді осы түнде Құран түсуі бұл жай нәрсе емес. Алла оның сырын жасырған. Екіншісі, Алла осы аятты «Уама адрака ма лейлатул қадр». Лейлатул қадрдың не екенін білесің бе дейді. Екі рет Аллах Тағала бұны қайталауының себебі неде? Өйткені қадір түні енді осы аятқа қатты мән беріледі. 1000 айдан қайырлы дейді. Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Алланың әмірін орындауда рух Жебрейіл періште өзі түседі. Жебрейіл түсіп бас болып түседі жер бетіне. Бұл жерде қандай тыныштық, қандай күй, қандай аура, қандай береке болып жатыр деген сөз. Енді белгісінің біреу әлем жұрт тыныш болады. Бір ерекше мамыражай талдың басындағы бір жапырақ қимылдамайды. Өйткені періштелердің соншалық көптігі пайғамбарымыз аяғының ұшымен тұрып қалған сәттер айтылады. Міне сол періштердің бәрі келіп, барлығына Жебрейіл періште өзі бас болып, адамдардың дұғасына әумин дейді. Тілектеріне қосылады. Енді мысалы бір бағанасы тағдыр дедік қой. Құдай адамның ісін сотқа жеткізбесін. Адамның ісі сотқа жетсе, сот мен сенің өміріңді бәленбай жылға бас бостандығынан айырдым десе, сонда сол үкімін алып жатқан жазаланушы отыра бере ме? Қандай жаза бере екен деп жанынан жан қалмас. Сонда адамның тағдыры шешіліп жатқанда адам қандай күйде болады? Ал енді өзіңіз ойлаңызшы, періштелер тағдырыңызды жазып жатқанда адам қандай күйде болу керек? Қандай күйде болу керек? Және ол таң уақытысына дейін жалғасады. Сол енді қадір түнін біз қалай өткізуіміз керек? Жалпы қадір түнінің мынау көп адамдар айтып жүрген Қыдыр атамен қаншалықты байланысы бар? Түні бойы дастархан жайып, сол жаңағы Қыдыр атаны күтетін ағайын әлі де жоқ емес қой енді. Қыдыр ата персонажы бұл тек қана біздің елге сіңген персонаж. Негізі Хидр алейхиссалам бар. Оның тірілігінде талас болған, бірақ барша ғалымдардың келісуімен Қыдыр алейхиссалам дүниеде жоқ, қайтыс болған деген айтылады. Кейбір адамдардың, кейбір бір бағыт ұстанушылардың ол тірі екен, Қыдыр ата келеді, соңынан бүйтіп амандасады, бәленбай миллион адаммен амандасқанда Қыдыр атаны қайдан білеміз? Қолы бүйтіп мына саусағы бүйтіп майысып кетеді екен, сол кеткенде мына қолтығының ішіне жең кіріп кетеді екен, содан Қыдыр ата екенін білу керек деген. Бұл жай қияли әңгімелер, тоқыма. Бірақ бұл нәрсе дұрыс емес. Енді қадір түнінің жаңағы айтқан тыныштық белгісінен кейін осы Қыдыр атаға кездесем деген адамдарға қазір мына нәрсе шығарып бергім келіп отыр. Ешқандай денеңіз тітіркеп Қыдыр атаға басын сипалайды дейді. Басын сипағанда денеңнен бір салқын су жүргендей болады. Аяғың ұшы бір рахаттанып, салқын жүріп, сондай бір ләззат кайфқа түседі адам. Сол кейіпте адам ой бір ләззат болады деп, сөйтіп Қыдыр атаны күтіп жүрген адамдар көпшілік бар. Қыдыр алейхиссалам ешкімге келіп, жаңағы айтқандай сәлем беріп, одан кейін барып жағдайын сұрап, оның ана кредиттерін жабуға семі бата қылынбайды, онда жоқ ондай нәрсе. Қадір түн ғибадат қылатын түн, құлшылық қылатын түн. Өйткені 1000 айдан аза, мысал ойлаңыз, 2 бас намаз оқысаңыз, 2000 айға көбейтіңіз, 1000 рет оқылған 2000 айға көбейтіп жіберіңіз, калькулятордың саны жетпей қалсын ондайсы.
алла сонша нәрсеге көбейтемін деп тұрса намазды, ал сол түні дұға қылған адам дұғасы қалай кетті? Қасыңызда тұрған періштелер не айтты? Алла өзі біледі екен, көреді екен. Өйткені Аллах көруші, басар, сәми, естуші. Бірақ сөйтсе де қадір түнінен көтерілген періштелерден өзі сұрайды екен. Менің құлдарым не істеп жатыр деп. Раббым Алла, құлшылықта қылды олар. Олар ғибадат жасап жатты. Орындарынан қозғалмады. Сен деп саған жалбарынып, мынандай тілек қылды дегенде, Алла тілектерін қабыл қылдым демей ме? Кешірім сұрады десе, Алла кештім демей ме? Сондықтан Қадыр атаны күту бұл қателік нәрсе. Екіншісі, кейбір адамдар терезені ашып, бір кіші терезелерді, есіктерін ашып, терезелерін ашып, аяз ата күткендей күтіп жүрген бұл үлкен қателік болады. Қай бір жылы естеріңізде болса, жаңылмасам Шығыс Қазақстанда бізде аспанға ракета ұшып па, бір нәрсе бір бұлттар бүйтіп қозғалған. Соны елдің бәрі түсіріп, міне Қадыр атаның ізі, жол ізі, жаңағы шанасымен келген аяз ата сияқты, міне келді кірді деген сияқты пікір қалыптасты. Адамдар құлшылық қылмай-ақ сондай нышана хабар күтумен-ақ болады. Дір ете ме, жыр ете ме, пір ете ме деп. Осы нәрсе дұрыс емес. Осыны қою керек. Бұл тек қана ғибадаттың уақыты. Енді осы қадір түні жасалатын іс-амалдардың тәртібі қандай болу керек? Біз қандай дұғалар жасауымыз керек мысалы? Пайғамбарымыздың жұбайы Айша анамыз бізге қадір түні туралы керемет дұғаны үйреткізіп өзі себепші болды. Пайғамбарымыздан осы аятта мына сүре түскенде, Қадір сүресі, енді ол белгісіз қашан екені осындай жобалап айтылып жатыр. Тап сол күн бола қайса, мен сол түнді ұстап алсам, ей Алланың елшісі, мен не деп дұға қылайын, қалай деп жалынайын? Аллахым, Раббым менің, сен кешірімдісің, мейірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, мені кешір деп дұға ет деді. Аллахумма иннака афуун каримун, тухиббул афуа фаъфу анни деп айт деді. Сондықтан осыны айту дұға болады. Бірақ енді тілі келмеген адам қазақша айтса да болады. Десе де мешіттерде және мынау ғаламторда барлық жерде дұғалар тұр. Сол дұғаны жиі айтыңыздар. Алла кешірем деп тұрған күні кешірім сұрап қалыңыздар. Аллах Тағала тек қана Жибрейіл періште сол түні түсіп бірнеше адамның тілектеріне қосылмайды, әумин демеңдер деп айтады екен періштелерге. Осыдан құрметті көрермендер сақ болыңыздар. Ең бірінші ата-анасының теріс батасын алу. Ата-анасы тірі болып тұрып, оның қызметін жасамай, оның теріс қарғысына қалған баланың дұғасына періштелер әмин демейді. Мұсылман қыздың арын, намысын төккен, оның ішкі дүниесін қозғаған адамның періштелер дұғаларына кірмейді. Үшіншісі, халықтың қазынасына қол сұққандардың тілектері өтпейтін болады. Және төртіншісі, жетім жесірлерге қиянат жасағандардың дұғасына періштелер әмин демейді. Осы нәрседен сақ болыңыздар. Аллах кешірімді, рахымды, біз пендеміз. Сол түн көзді тоқтатпай дұға қылып, көзімізден жас ағып тіленетін дұғалар. Айтқан болар едім, осы дұғалардың қайсысы болса да қазақша, өз тіліңізде дұға қыла беріңіз. Білген, мына бірінші дұғасын арабша оқып барып, арабша мәтінімен ары қарай қазақша оқи беріңіздер. Бірақ кейбіреулер қарғыс тілейтіндер бар. Ана адам, мен әбден қорлық көрдім бастықтан. Я Алла, сен саған неңе табыстадым, сотыңа, соны бүйтіп жібер, баласын қызығын көрмесін, мен көрмей кетейін деген сияқты сөздерді жақсы емес. Одан кейін өзіне өлім тілегендер бар. Қатты қиналып, ауырып жатқан, кредиті көп, қиыншылықта қалған, қапыда қалған адамдар өте көп. Өмір болғаннан әртүрлі адам болады ғой. Солар осы өмірден жададым, басымда баспанам жоқ, үйім жоқ, жағдайым жоқ, әйелім бала көтермейді, немесе қандай да проблемаң болса, арманыңа жете алмасаң, Алла Тағалаға назыңды айтып, немесе өзіңнің келбетіңе, құрылысыңа риза болмай, Құдайға қарсылық айтып, осыдан өліп кетейін, өле қалайын деген сөздер айту, бұл жақсы нәрсе емес. Сол сияқты біреуге де тілемеңіздер. Тек қана жақсылық тілеп, береке тілеп, елге тілеп, халыққа тілесе, бұның басы да, ақыры да керемет жақсы жағдай болады. Енді мысалы қаншама намаз оқымайтын, ораза ұстамайтын ағайындарымыз бар. Солар енді мен енді бәрібір ораза ұстамайым, намаз оқымайым деп, бұл маған қадір түніне ешқандай қатысы жоқ деп ойлауға бола ма? Және ол сөйтіп ойлап шеттеп қалуға бола ма жалпы? Не істеу керек? Осы ораза ұстамайтын, қадір түнін жаңағы намаз оқымайтын, ораза ұстамайтын ағайындар қадір түнін қалай өткізу керек? Қазақ айтады, мұсылмандық әсте дейді. Діннен шығу бір пәсте дейді.
Сондықтан біздің халық дінімізден сәл кенжелеп қалдық. Көшіп жүрдік. Одан кейін Совет империясы келді. Ол дәуірде біраз сәл ұзақтап қалдық ата дәстүрімізден, ата дінімізден. Соның нәтижесі бүгіндегі адамдарға әсер беріп жатқаны бар. Енді намаз оқымайтын адам болса да менен сұрайды ғой, бір намаз оқысам бола ма деп. Сен өзі жалпы намаздасың ба? Сен жоқ. Енді бастасам болады. Ханафи мазхабында қағазға қарап намаз оқуға болмайды. Өйткені талим басқа, ғибадат басқа дейді. Бірақ біздің адамдар ол Бағдаттың, ол араб дүниесіндегі адам емес. Бұл енді оқиын деп, осы қабыл бола ма, қабыл болмай ма деп жүрген адамға иманын, үмітін жалғау үшін әлбетте оқы деп айтамыз. Ең кем дегенде жұмабайға болып жұма намазға келші дейміз. Айтпайлар көп енді болмаса. Енді жұманы қосамыз. Сөйтіп әйтеуір бір жақсылық. Мына Құдай тамақ берудің өзі Құдайға жақындау сол. Ол Құдайға жақындау. Атамыз қазақ оны аруаққа Құран оқытып тұрып, аруақ тамақ демеген, Құдай тамақ деген. Неге? Өйткені сол Құдайға жақындасын деген мағына. Құдай мына санасында қалсын деген тақырыппен болған. Енді қадір түнде ораза ұстасаңыз да, ұстай алмасаңыз да, мешітке барып мінәжат етіп, көппен болу бұл жақсы нәрсе. Өйткені мешітте көп уағыз айтылады, дұға айтылады. Сол жерде қасында болу. Бірақ мешіттің ережесін ұстау керек та көп адамдар. Әсіресе мына қыз балалар. Мешітке бәрі барады, өзі барғанда да ең жақсы көйлегін киіп барады. Ең жақсы әдемі киім киіп барады. Содан кейін бірі шығады, бірі кіреді, еркектер жағына бірі шығады. Кейбір мешіттерде енді ортасын бүйтіп жай ғана пердемен бөліп қойған. Бұлай шықыр-сықыр жүріп, елдің мазасына кедергі қылып, содан кейін балалармен әйтеуір жүріп ары бері жүрген, бұл жақсы емес. Лажы келсе бармай-ақ қойсын әйел кісілер. Баратын болса, онда күйеуімен, бауырымен барсын. Содан кейін таңға күту шарт емес. Біздікілер кешкі сағат ауыз ашарға барғаннан, таңғана студент, мектеп бітіргендер рассветті қарсы аламыз дегенде, рассветке дейін жатады демалып. Ол дұрыс емес. Ең соңында ұйықтап қалады бәрі. Өзі қызық болады. Мешітте сағат 10-да келеді, тәрәбі оқимыз, сонымен 11-12-де болады, содан кейін аяғын созады, кішкене уағыз тыңдайды. Имамдар енді әйтеуір бір нәрсеге алақыстады ел. Содан кейін 12:30 1 болады, тағы намаздарға тұрады. Содан кейін кішкене шай береді, шай ішіп алады, сок алып келеді, оны ішіп алады. Содан кейін мына қабырғаға сүйеніп жайлап мызғи бастайды. Содан кейін нағыз періштелер келетін таң уақытысында түгел қатып ұйықтап жатады бұл адам. Таң намазына оятамаған адамдар бар. Таң намазына оятып, сол 9-10-да оянады. Содан кейін тұр деймін ғой. Не болды дейді, Қадыр не болды дейді. Келіп Қыдыр атам сені таппай, іздеп, қарасаң ұйықтап жатыр екенсің, жата берсін деп кетіп қалды деймін. Ой деп кетеді адам. Жалпы мешітке келген адамдар сол мешіттің ережесімен отырып тек қана дұға қылып, әсіресе таңға уақытта ғибадатта болса сол дұрысырақ болар еді. Жаңа уақыт жөнінде айтып қалдыңыз ғой, қадір түні негізі қай уақытта басталады? Аллах тағала басталады емес, таңда айтып отыр ғой. Таңға дейін жалғасады дейді. Демек сол түн 2-3-тен былай қарай ояу болған жақсырақ шығар. Өйткені ең тәтті уақытында ұйықтап қаламыз да біз. Өзі ерте тұрған еркектің ырысы артық, таң сәріде ғой өзі, нәсібе, береке, періштелердің келіп кетуі, барлық нәрсе таң сәріде болады. Сондықтан таңда ояу болу керек. Таңда. Ал енді жаңағы ұйықтап қалатын адамдар сәл жақсы емес. Сол үшін кішкене бір мезгіл ұйықтап алып, сағат сол 1-2-3-ке дейін ұйықтап, содан кейін ары қарай ояу болса, сәресі ғой, ар жағы сәресімен соның алдында ғибадатта болса жақсырақ шығар. Жаңа жастарымыз жөнінде айтып қалдыңыз. Енді осы қадір түнінің қадір қасиетін балаларымызға қалай ұғындырамыз мысалы? Қандай амалдар жасаған дұрыс? Осылар бойына сіңіру үшін кішкентай кезінен бойында бір осы дінге деген, иман әлеміне деген бір махаббатын ояту үшін біз не істеуіміз керек мысалы? Қадір түнін балаларға сіңірудің ең жақсы жолы ата-ана өзінен бастау керек. Сол түні дұғаларды, балаларыңызға қандай дұға тілейсіз, соны айтып қою керек. Балам, сен өзіңе не тілейсің деп. Кезінде үлкен ғұлама 2 қызбен кездесті, кішкентай қызбен. Сөйтіп сұрады дейді. Қандай тілектерің бар, Құдайдан сұрап берейін деп ұстаз. Бұны қазақтар Қыдыр ата деп осы персонажға айландырады. Сонда 2 қыз айтты дейді, біз ештеңе білмейміз, біз анамыздан сұрайық деп айтты. 2 кішкентай қыз анасына келіп, қыздың өмірдегі арманы не депті. Анасы ойланып тұрып, қыздың арманы бұл дүниедегі бақыты теңін тауып кету деген екен. Сондықтан қарындастарымыз үйлі болуды, балаларымыз салихалы жар табуды, ата-анасының өмір жасы ұзақ болуды, түртіп келіп соны жазып түртіп балаларға айтып жаттатқызу керек. Сонда жақсы болады.
әуелі әлбетте мұсылман болуды, денсаулық болуды, ұзақ өмір, бірақ соның қасында тиімді болу, өмірден қазына болу, бай болып, үйлі жайлы болып, машина пәтер болу да емес. Ол адамның басына былай деп бітеді. Онсыз да жүрген адамдар бар, пәтерден пәтер жаны шығып жатқан жоқ. Бірақ Алла риза болатын халді сұрап, жаратқан риза болатын баталарды айтып, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим. Пайғамбарымыз айтады ғой, екі сөз бар. Тілге айтуға оңай, жаттауы оңай, бір жаттасаң ұмытпайсың. Тілге айтуға оңай, сауабы ауыр деген осы дұғалар, зікірлерді айт. Мына мұсылман қорғаны деген кітапты кішапшан қалтаңызға салып, алып кету керек. Сол күн мешітке баратындар, үйде отыратындар. Айтқан болар едім, дәл сол қадір түні ұялы телефондарды сөндіріп қойса. Селфиді әсіресе. Мешітте отырмын деп қолын бетіп қойып салып қояды. Қасындағы мешітте толған адам салады, болды, сол план орындалғандай болады. Енді селфиді анау рукуге барып сәждеге бүйтіп қарап алдымызға түсірген жоқпыз, одан басқасы бәрі болды. Сондықтан бұның аса қажеті жоқ деп ойлаймын. Сол күні Құдайға мына адамменен байланысты емес, Құдайменен байланысты күшейтуге тырысу керек. Балаларға ата-аналар үйде тілесін, балалар, кішкентай балалар, тілеңдер балаларым, бірақ зорламаңыздар. Ұйықтама, сен жаңа көзін деп, одан кейін дастархан жайып қоятын әдет бар. Тура жаңал жалдағыдай торт пісіріп, салаттар пісіріп, оны істеуге болады, егер үйге қонақ күтсе. Жиналып, мысалы, 2-3 үйде жиналып, адамдар отырса, рухани әңгіме айтып дегенде. Рухани ұстаздар шақырып, мына біздің осы тәлім ТВ-ның жақсы хабарларын көріп, сөйтіп отырса жақсы ғой. Бәрекелді. Енді мынау тағы бір қойып кеткім келіп отыр. Жалпы намаз бен оразаның қадір қасиетін енді түсініп жатқан бауырларымыз бар, мысалы. Әлі де дұрыс дұға жасауды білмейді. Енді осы бауырларымыз не істеу керек? Мысалы, ата-анасына сол күні қандай бір жақсы ізгі амалдар жасау керек? Енді бәрібір ол ата-анасына хабарласу керек па? Бір жақсы қандай бір ізгі амалдар жасау керек? Қадір түнінің алдында жаңа айттым ғой, ағайындарынан үзілгендерге дұғалар өтуі қиындау болады екен. 7 адамды айтылады тағы, 7 адамның сол күнгі дұғасына өтуі қабыл болу ауырлау болады. Соның біреуі ағайын туған туыстан үзілгендер. Екіншісі көрші қолаңменен дауы бар адамдар. Үшінші қарызын алып, әдейілеп бермей қашып жүргендер. Төртіншісі отбасының шырқын бұзып, балаларына тәлім тәрбие бере алмай, яки болмаса басыменен екі жақта болып бір тоқтамы жоқ адамдардың дұғалары өтуі қиын болады. Өйткені оның жүрегінде тыныштық жоқ. Дұғаның орны жүрек. Біздің болса дұғаларымыз тілде кетіп қалған. Дұғаларымыздың өтпей жатқан себебі де сол. Дұғаның мекені жүрек, зікірдің мекені жүрек. Сондықтан жүрек таза болса, Алла тағала жүректеріңді тазалаңдар дейді. Мені еске алу жүрекке шипа береді дейді. Өйткені жүрек таза болса, дене таза болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты, адамда жұдырықта ет бар деді. Сол жақсы болса, адам жақсы болады деді. Сол жүректеріңді тазалап, біреуден кешірім сұрамағандар, кешірім сұрап қалыңыздар қадір түніне дейін. Ана ол біздегі стандартный шаблон бар. Кімдер келе жатыр, қадір түн келе жатыр, артық кетсем кешір, осылай деген. Ең болмаса соны жіберіңіз. Бірақ өз сөзіңмен мен ренжітіп екен болуым мүмкін, сені өмір ғой. Бірге отырғанда көңіліңе тиюі мүмкін. Кезінде Омар бүйтіп тасты қозғап атқанда бір жолда жатқан тасты алып тастап жатыр екен, жол ашып елге. Сонда осыдан ұшып шыққан тас Усама бин Заидтің аяғына барып тиіпті. Сәл ұршыған түбі. Содан кейін Усамаға барып, сен биыл қажылыққа барасың ба деді. Иә деді. Саған мынау алтын жол кірен болсын деді. Не үшін? Өткенде аяғына тас тиіп еді, мені кешірші депті ғой. Әшейін бір болар болмас нәрсе. Сол мойнына кетіп қалмасын деген екен. Ал енді біз біліп тұрып, әдейілеп тұрып, аяғын басып тұрып, ауырама дейміз ғой. Түнде шошты оятқанымыз қаншама ағайындарды. Мына қазіргі жастарға айтайын дегенім, осы қадір түндері туралы ойын, пранкалар түсіріп бастап жатыр балалар. Қадір түннен мазаққа, келекеге айландырған видеолар шығып бастап жатыр қазір. Осыны қойыңыздар. Бұл қадір түні, құдірет түнімен ойлап, бір құдіретіңнен ажырап қалма. Құдайдың қадіреттісіне ілініп, бір қайғыда қалып қалмайық. Ол да жақсы, егер ондай болса, Алла қиямет қалдырып кетпесін бұл нәрсені. Сондықтан бұл түндері бір-біріңізге жақсылық тілеп, дұға қылып, жаңағы орталарда енді өмір болғаннан ұрыс керіс болады. Ертең өліп қалсақ, жаназамыздың басында молда тұрып, кешіріңіздер деп бәрібір сөз айтады ғой. Сол кешірімді молда сұрағанша өзіміз сұрайық. Мені кешіріңдер,
кешегі Құнанбай атамыз қажылыққа кетер кезде елімен қоштасып тұрып, артық кем болса кешіріңдер, мынау менің асым, өлсем асым, қайтып келсем құдай асым деп айтып кеткен. Сондықтан да осы ай бір қажылықтың айы. Қазір біздің қажыларымыз неде, Меккеде иқтикафта отыр. Солардың дұғасымен біздің дұға бір жерден тоғысу үшін біз осы жерде бір-бірімізге ренішімізді қояйық. Сен баяғыда бүйткенсің, школда бүйткенсің, мен саған әлі көрсетем деген. Жақсы тонның жағасы бар, жеңі жоқ, жақсы адамның ашуы бар, кегі жоқ дейді. Сондықтан сол кек, атаңның кегі, әжеңнің кегін бәрін қою керек, жақсылық қылып, келешекке қарап, Құдайдың рахымына қарай беттеуіміз керек. Енді осы қадір түнінде құлшылығын күшейткен пенденің алатын сауабы қандай? Мысалы, жаңағы қадір түні, тағдыр түні деп жатырмыз. Осы түні бір жылдық тағдырымыз жазылады деп жатырмыз. Енді мысалы, өзіміздің қадірімізді көтеру үшін, өзіміздің жаңағы абыройымызды көтерілуін қалаймыз ғой, әлбетте. Енді осы түннің беретін кәдімгі мүмкіндіктері жөнінде тағы бір тоқталып кетсеңіз. Адамның абыройы мен қадір түннің абыройы бір-біріне байланбайды. Адам абыройсыз болса, достар коллективінің ішінде, ұжымның ішінде жексұрын болса, елден ақша алып бермей қашып жүрген біреу болса, неме болса, екі сөздің бірі өтірік болса да, оған 100 қадір түн де пайда бермейді. Бір қадір түн 1000 ай тұрмай, өле-өлгенше қадір түн қарсы да бар. Адам өзін түзетіп барып қадір түнін сұрау керек. Сонда дұрыс болады. Әйтпесе қадір түнінде бәріміз былай тұрамыз. Бір ғалым айтқан екен. Біреу айтты, мынаны кешіресің бе десе, жоқ депті. Онда қадір түнде бүйтіп мені кешір деп Құдайға қайырғаннан ұялмайсың ба деп айтады дейді. Біреуді кешіремей жүріп, өзің мені кешір деп Құдайға қалай айтасың деген екен. Сондықтан қадір түннің сауабы есепсіз. Ол 1000 түннен қайырлы деп тұр ғой, 1000 айдан. 1000 айдан қайырлысы ол бергі жағы. Оның ар жағын бір Алла өзі ғана біледі. Сондықтан, бірақ бұл гарантированный алам деген сөз емес. Нақты пешаты мөрі басылып, менің ona 1000 жылдық сауабымды бер деген сөз емес. Иннамал а'малу бинният. Қандай ниетпен келдің сен? Оған дейін қадір түніне дейін қандай адам едің? Және қадір түннің соңғы нүктесі қадір түнінде қойылмайды. Келесі жылы қадір түнінде қойылатынын ұмытпаңсың. Келесі осы түнде сұрадық, бәріміз аппақ пейілмен, ақ киіммен, барлығын аппақ қылып жібердік. Аспанда қарып кетті біздің тілегімізге. Енді бұл күнәларымыз кешірілді ме деген сұрақ туады. Жоқ. Келесі жылы белгілі болады. Қалай? Сен өзгеріс тапсаң, сол кезде кешірілді деген сөз болады. Сол қадір түннен кейін өзгеріп шықсаң, құлшылық үйреніп шықсаң, күнәңді тастап шықсаң, өтіріңді қалдырып, өсегіңді қалдырып, зұлымдығыңды тастап, отбасыңды дұрыс тәрбиелеп, содан өзгеріп алысып шықсаң, келесі жылы бұның қадір түні өтіп, күнәлары кешірілген адам деп періштелер жаран салады. Яғни қадір түнінде жасаған дұға тілектеріміздің қабыл болуының осы ережесі, шарты. Өзгеріс табу керек адам өміріне. Яғни мына Рамазан айының өзі теория. Бір айлық теория. Сол теорияның практикасы, тәжірибесі 11 айда көрінеді. Ол Рамазан айында қазір күштіміз бәріміз. Қандай мейірімдіміз. Маған бір қызметкерлер айтып еді, сіз біздің бастығымызды ораза ұстатыпсыз ғой дейді. Иә дедім, көндірдім дедім. Қандай жақсы болды, білесіз бе дейді. Не болды десем, 1 ай боқтамайтын болды деді. Екі сөзінің бірі боғауыз деді. Өзін тәрбиелеп жатыр деді. Міне, өзгеріс табыңыздар өміріңізге. Әсіресе қадір түні. Саралайтын бірақ түн ғой, күнде емес, бір түнде тағдырыңызды жазып, өткен жылды не істедім? Ең негізгі шаруалар. Омар күндегісін күнде жазады екен. Біз ең болмаса жылдаған бір негізгін жазып шайықшы. Бір сүре жаттадыңыз ба? Қадір түннен кейін болды, ар жағы 1-2 күннен кейін ораза бітеді. Қай сүре жаттадыңыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең болмаса кітабын оқып шыққан адам бар ма? Міне оразада соңғы күнде тұрмыз. Айтыңызшы, оқып шықты ма адам? Әркім өзін біледі ғой. Телефоннан шықпаймыз, өмірден шықпаймыз, сол тамақ. Ғұламалар айтады, адамның бүгінгі өмірі тура кешегі екеуі бірдей болса, адам ұтылды дейді. Ұтылды дейді, тура сол кешегі күн болса. Ал егер ол өзгеріс таппаса, онда ол ұтылды дейді. Қараңыз, біз өзгеріс емес төмен кетіп жатқан күндеріміз бар ғой. Сол үшін ардақтылар, өзгеріс табыңыздар, Құдай жақсылық берсін. Алла осы қадір түннің қасиеті бойға жұғу үшін адам сол қадір түннің құдіретін, тағдырын кішкене дұрыс арнаға өзі бұру әркімнің өзінің қолында. Енді қадір түні Құран түскен ай деп жатырмыз мысалы. Осы қадір түнінде оқылған Құранның, мысалы, осы түнде оқылған Құранның, Құранмен өткізудің сауабы қандай? Көп мешіттерде хатым түсірілді. Ол көп сол хатымды осы қадір түні бағыштайды. Мен айтқан болар едім, әлбетте енді кейбір мен әріптестерім бұны дұрыс түсінбей ренжіп те қалатын шығар.
молдаға оқытқанша өздеріңіз оқыңыздар. Әр қазақ өзі Құран оқысын. Ата бабаңызға өзіңіз оқыңыз. Білген сүреңізді оқыңыз, одан кейін жаттаңыз. Сол күні емтихан тапсырыңыз молдаға барып. Молдеке, мен мына сүрені жаттадым. Өткен жылы 2 сүре жаттап едім. Биыл жұмысым ауыр болды да 1 сүре жаттадым. Ал енді осыны сізге өткізіп берейін. Сіз мен қатемді түзетіп, дұрыс арнаға бұрып жіберіңіз деп адам өзіне өзгеріс табу керекті. Ережесі солай. Ал енді Құранды мән қараға мин китабиллахи фалаху ажруху. Кім Құран оқыса әрбір әрпіне сауап беріледі деді. Ол би ашри амсалиха, ол 10 есе көбейтіледі деді пайғамбарымыз. Ол әшейінде. Ал оразада қалай көбейтіледі? Қадір түні Құран оқысаңыз, ол қалай көбейтіледі? Бірақ қадір түні Құран оқимын деп мешітте барып оқып, елден бөлініп, менің даусын шығарып, мені көрдің бе деген болмау керек. Елмен бірге боласыз. Ел уағыз айтса, тыңдайсыз. Құлақ сап наушниктеріңізді шешіп, Құран кітапты жауып қойып, елдің бәрі сыртқа шығып, басқа уақытта кітабыңызды ашып оқисыз, кедергі қылмай, басқа болатын болса, үйде оқығаныңыз әлде қайда жақсы болады. Бәрекелді. Енді бізді көріп отырған қазір көрермендерімізге айтатын өзіңіздің бір қысқаша насихатыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ахиббу линнаси ма тухиббу линнафсика." Өзің жақсы көрген нәрсені біреуге тіле дейді. Бәріміз өткен жылы қадір түнде миллион сұрағанбыз, орындалмады. Пәтерді сұрадық, орындалмады. Енді неге орындалмай жатыр дұғамыз? Перзент сұрады, көтермеді дегендер бар. Неге болмай жатыр деген сұрақ. Неге деген? Біріншісі жеп ішу адал емес. Екіншісі тәрбие, үшіншісі жүректе мәселе, ауытқу бар. Сол жүрек тыныш таппайынша, татмайынал құлып, жүректер тыныш таппайынша дұғалар өтпейді. Және дұғаның қабыл болуының бір негізгі басқы шарты бірінші баспалдағы. Өзің жақсы көргені басқаға тілеу керексің. Мен болайын, мен аман болайын, менің семьям аман болсын, отбасым, қалған не болса сол болсын деген сияқты бұл жақсылық дұға емес. Құдай қабыл қылмайтын дұғаның біреуі осы. Сондықтан елде болсын деген халық біздің ата бабамыз, халықтың аузында болсын, ел аман болсын, елдің ішінде біз аман болайық дейді. Солардың дұғасы өткен. Сол үшін бірінші көпті тілеңіз. Елге тілеңіздер, халық аман болсын, Бұқара халқымыз аман болсын. Халық аман болса, сіздер аман боласыздар, барлығымыз аман боламыз. Елде болса, ерін кетеді дейсіз ғой. Алла разы болсын. Нұреке, енді бүгінгі әңгімеміз енді көпшілік үшін, халқымыз үшін өте бір пайдалы, ғибратты әңгіме болды деп ойлаймыз. Иншалла. Алла разы болсын, Алла сауаптан жазсын. Амин. Алла істеріңізге береке берсін. Амин.